Құрметті көрермендер, сіздердің көріп отқандарыңыз руханият хабары, кешегі өткен руханият хабарының жалғасы. Яғни Алдан баласына берілген 5 парыздың бірі намаз жөнінде болған руханият хабарымыздың тақырыбы. Аға, сұрағымызды жалғастыра отырсақ, Адам баласына берілген 5 парыздың бірі намаз. Осы намазды оқыған адам мен оқымаған адамның ақыреттегі Аллах тағаланың құзырына барған кезде үкімі қандай? Осы жөнінде айтып өтсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Намаз деген айттық қой, намаз деген. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Намаз адамның ақыретте және дүниедегі ақыреттегі бақытқа қол жеткізу үшін адам баласына парыз қылған нәрсе. Бұны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп баяндайды. Адам баласы ұлы Алла тағалаға жанын тапсырған кезде, рухы шыққан кезде, адам баласы бұл дүниені тәрк қылған кезде, ағайын туғандары ол адамды ертең апарып қабірге қояды. Қабірге қойған кезде накир, мункар деген періштелер бар, сұрақ періштелер. Ол кез келген адамға келеді, сұрақ қояды. Кеп сұрайды: "Мен Раббук, Раббың кім? Ва ма динук, дінің не? Ва мен набиюк, пайғамбарың кім?" деп сұрақтар қояды жаңа. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде былай деп баяндайды. Адам баласы қабірге қойылған кезде қараңғылықта, жалғыздықтан қатты қорқып дірілдей бастайды дейді. Қатты қорқып дірілдей бастайды. Сол кезде әдемі дауысты бір адам "Ассаламу алейкум" деп айтады дейді. Ойлаңызшы, қап-қараңғы жердің астында жалғыз өзі адам жатыр. Сондай қорқынышқа батқан адамға біреу "Ассаламу алейкум" десе қалай қуанады? Қатты қуанған адам "Ва алейкум салам, сен кімсің? Кел, жақында" деп айтады дейді жаңа. Сол кезде әдемі жүзді адам келіп, қасына келіп: "Мен сенің дүниеде жасаған жақсы амалдарыңмын. Сен қабірде жалғыз қалмайсың, мен сенімен бірге боламын. Бірақ қазір сұрақ періштелері келеді, ол саған кейбір сұрақтар қояды. Мен осы жердемін, сен қорықпа, мен сенімен бірге боламын" деп айтады дейді жаңа. Сол кезде накир, мункар деген екі періште келеді. Олар өте қорқынышты болып келеді. Өте қорқынышты болып келеді. Адамның оң жағынан жақындаған кезде сұрақ қою үшін адамның оқыған намаздары шығады екен алдынан. Ей Алланың періштелері, бұл адам Алла тағала қанша жыл өмір берсе, сонша жыл мені тастамады. Күннің суығында да, күннің ыстығында да, адамдар мына қу дүниеге алданып жүрген кезде бұл уақытын намазға айырды, намаздарын қаза қылмады, мені дүниеде тастамады, мен бұны дүниеде тастамаймын. Бұл жағынан жақындамаңдар деп айтады дейді. Әлгі періштелер сол жағынан келеді. Сол жағынан келсе, о ұстаған оразасы. Ей періштелер, бұл жақтан жақындамаңдар. Бұл жақтан жақындамаңдар. Бұл адам мені күннің суығында да, ыстығында да тастамады. Адамдар қарындарын тойғызып жүрген кезде бұл Алла үшін аш тұрды, Алла үшін шөлдеді. Мен бұны дүниеде бұл ақыретте тастамаймын. Бұл мені дүниеде тастамады дейді екен. Бас жағынан келсе жасаған қажылығы, аяқ жағынан келсе берген зекеті. Солайынан қарсы шығады дейді. Періштелер Алланың құзырына барып: "Я Рабби, бұның жасаған ізгі амалдары бізге сұрақ қоюға мүмкіншілік бермей жатыр" деп шағымданады. Алла тағала: "Ей ізгі амалдар, менің періштелеріме менің әмірімді орындауға мүмкіншілік беріңдер" деп айтады дейді. Періштелер сұрақ сұрайды одан. "Мен Раббук, Раббың кім?" "Раббым Алла" деп жауап бере алады. Неге жауап береді? Себебі ол адам тірі кезінде күніне 5 рет Раббысының кім екендігін есіне түсіріп отырды. Күніне 5 рет өзінің Раббысының, жаратқан иесінің Алла тағала екендігін еске түсіріп отырды. "Рабби Алла, менің Раббым Алла" деп айтады. "Ва мен набиюк" деп сұрайды періштелер. "Сенің пайғамбарың кім?" деп сұрайды. Басқа риwаяттарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям рухын көрсетіп: "Мына адам туралы не айтасың? Бұл адам кім?" деп сұрайды дейді. Ол адам айтады екен: "Бұл менің пайғамбарым, бұл Алланың елшісі" деп айтады екен. "Қайдан білесің?" деп сұрайды. Олар да айтады: "Мен Құран оқыдым, Құранға иман келтірдім. Алла тағала Құранда Мұхаммедтің алейхиссалату вассалам пайғамбар екендігін әмір етті, хабар берді. Мен де иман келтірдім" дейді екен.
Ал егер намаз оқымаған адам болса, міне осындай емтихандарға жауап бере алмай қалады дейді. Алланың басқа да әмірлерін орындамай жүрген адам болатын болса, маңдайын сәждеге қоймай жүрген адам болатын болса, осы сұрақтарға жауап беру өте қиын болады дейді. Мән раббук, Раббың кім деп сұрайды періштелер. Сол кезде ла адри деп жауап береді екен олар. Не деген сөз? Білмеймін деп жауап береді да. Білмейді, ауыз тұтығады, тілі тұтығады. Раббым Алла деп айтам. Бұл дүниеде кімнен сұрасаң, Раббым Алла деп жауап береді. Раббым Алла деп жауап береді. Бірақ ақыретке барған кезде, өлген кезде, рух шыққан кезде, әлгі періштелерді көрген кезде қорқынышты Раббым Алла деп айта алмай қалады дейді да. Себебі ол күніне 5 рет Алла Тағаланы есіне түсіріп жүрген жоқ та. Сол сияқты міне осындай парқ бар. Одан кейін ақыретте. Ақырет күні Алла Тағала мынау Нун, Қалам сүресі бар Құранда, Қалам сүресі. Нун вал қалам ва ма ястурун деп келеді Құранда. Сол Қалам сүресінде жаңағыдай намаз оқып маңдайын сәждеге қойып жүрген адамдар мен намаз оқымай жүрген адамдардың ақыреттегі жағдайы не болатындығын баяндайды. Осы аятта, осы Құранның осы сүресінде. Бисмилlah. Ва юдауна иля суджуди фала ястатиун хаши'атан абсарихум тархақуху зилла ва қад кану юдауна иля суджуди ва хум салимун деп келеді. Садақаллаху алазим. Ертең ақырет күні дейді Алла Тағала. Бұл Құрандағы аят бұл. Еш күмән жоқ. Бұл біреудің сөзі емес, Алланың сөзі, Құрандағы аят. Алла Тағала айтады Құранда: ертең ақырет күні адам баласының барлығы махшар алаңында тұрған кезде есеп қисабымыз не болады? Қайда кіреміз? Жәннатқа кіреді ме екенбіз, тозаққа кіреді ме екенбіз? Есеп қисабымыз, күнәларымыз ауырбаса ма екен, жоқ, сауаптарымыз ауырбаса ма екен деп қара қайғыға түсіп тұрған кезінде Алланың әмірімен бір періште шығып, Алланың ұлылығы үшін Аллаға сәжде жасаңдар, ей адам баласы деп айтады дейді. Сол кезде мына өмірде Аллаға сәжде жасап жүргендер лезде сәждеге кете салады дейді. Сәждеге жығыла салады дейді. Лезде Алланың ұлылығы үшін сәждеге жығыла салады дейді. Алла Тағала ол адамдарға сәжде жасауды оңай қылып қояды. Неге? Себебі бұл өмірде адам сәжде жасады. Бұл өмірде Алланың маңдайын сәждеге қойып, я Алла, берген мал дүниең үшін, бала шағаң үшін, денсаулығың үшін, иман үшін өзіңе сонсыз шүкір деп күніне 5 рет Аллаға шүкір етіп отырды да. Сол үшін жеңілдетіп қояды. Ал енді Алла Тағала айтады: "Ва юдауна иля суджуди фала ястатиун." Мына өмірде маңдайын сәждеге қоймай жүргендер сол кезде қақайып қалады дейді. Бір сүйек болып қақайып қалады дейді. Хаши'атан абсарухум деп келеді. Мынау адамның қорқып тұрғаны немесе қуанып тұрған көзінен білінеді. Жүрегіндегі қорқыныш адамның немесе қуанышы жүрегінен, көзінен білінеді. Мысалы, бір адам қуанып тұрғанын көзінен білесіз. Немесе қорқып тұрғанын көзінен білесіз. Сол сияқты Алла Тағала айтады: олар сәждеге шақырылған кезде жаңа мұсылмандар жаңа сәжде жасап жүргендер сәжде жасайды. Ал сәжде жасамай жүргендер қақайып қалады деп тұр Алла Тағала. Және көздерінен қорқыныштары шығып тұрады дейді. Көздері сондай қорқыныштары көздерінен білініп тұрады дейді. Не үшін Алла Тағала ондай күйге салады оларды? Себебі Алла Тағала осы аяттың жалғасында бұйырады. Ва юдауна иля суджуди ва қад кану юдауна иля суджуди ва хум салимун. Олар сау саламат кездерінде сәждеге шақырылған кезде олар сәжде жасамаған еді дейді да Алла Тағала. Яғни олар денсаулық берді Алла Тағала, мал дүние берді, сәжде жасаған жоқ. Осы Алматыда бір жігіт бар екен. Мүгедек жігіт. Мүгедек. Жас бала 18-17 жаса, жас бала мүгедек. Туылғаннан мүгедек екен. Аяқ қолдары, Алла Тағала солай жаратып қойған, аяқ қолдары қиыс, аяқ қолдарына ие боламайды. Жаңағыдай аяқтар майысқан, қолдары майысқан. Оң жағымен жатамайды, сол жағымен жатамайды, арқасымен де жатамайды, тек қана көкірегімен ғана жатады екен. Дұрыс қалаған нәрсесін дұрыс айтамайды да. Сол бала намаз оқиды екен. Алматыда. Сол бала намаз оқиды екен да. Сол бала айтады: мен Аллаға ризамын дейді да. Егер Алла Тағала маған сен өміріңнің соңына шейін осылай мүгедек болып өмір сүресің, мен саған жәннат берем десе, мен ризамын дейді да ана бала. Ертең Алланың алдына барған кезде, құлым, не үшін намаз оқымадың десе, өзіміздің үзірлерімізді айтатын болсақ, я Алла, менің осындай кемшілігім бар еді, осындай мал дүнием бар еді, немесе уақытым жоқ еді, бала шағам бар еді дейтін болсақ, Алла Тағала әлгі баланы көрсетіп қояды да. Мен саған берген нәрселердің біреуін де берген жоқпын бұған. Бірақ бұл сәжде жасады дейтін болады.
Ол үшін намаз оқыған адам мен намаз оқымаған адамның бұл дүниеде де парқы бар, білінеді. И ақыретте де парқы бар. Сұрамыз жалғастырып отырсақ, ағынау, жас кезінде алған білімің тасқа қашап жазғандай дейді. Қартайғанда алған білімің мұзға қашап жазғандай деп жатамыз. Мынау енді сол осы жас кезінде намазды оқымай қазір өзінің қартайған шағында келген кезде кітапты қанша ашқанмен де естеріне сақтау қабілеті жөнді дұрыс істемегендіктен есте сақтай алмай жатады. Осы кісілеріміз енді ақыретке барғанда қандай амал істеу керек, енді ақыретке барғанда оң өкінішке түсіп қалмау үшін. Өкінішке түсіп қалмау үшін мына өмірде қандай амал істеуге болады оларға? Мүмкін мынау артында келе жатқан ұлдарын, немерелерін мысалға осы намазға тәрбиелеп кете ме? Осы жөнінде айтып өтсеңіз. Яғни кейбір ақсақалдар бар, әжелер бар, уақыттар өткен, көп жаңағыдай қатты есте сақтау қабілеттері де нашарлаған, жаттаған есте сақтай алмайды, немесе жаңағы тұрса отырамайды, отырса тұрамайды деген сияқты. Бұл кісілер не істеу керек? Бұл кісілер шамасы жеткенге дейін Алла Тағала қаншақты шама мұрша беріп қойды, сонша шамасы жеткенге дейін, шамасы жеткенше құлшылық жасау керек та. Яғни ақсақалдар мешітке бару керек. Яғни мешіттегі адамдар не істеп жатса, соны шамасы жеткенше жасау керек. Яғни исламда барлық нәрсенің жеңілдігі бар. Яғни адам аяқта тұрып намаз оқи алмаса, онда отырып оқиды. Отырып оқыса болады ақсақалдарымыз. Кейбіреулер ұялуы мүмкін, оны Алланың әмірін орындауда ешқандай ұят жоқ. Яғни мешітке барып, мешіттегі отырып, мешіттегі имамға, балам, осы мен намаз оқығым келбеді, бірақ жағдайым былай болып тұр, мен қалай намаз оқимын десе, кез келген мешіттегі кісілер үйретеді ол кісіге. Ақсақал былай отыр, сіз енді шамаңыз жетпесе отырып оқыңыз, мынау жамағат не істеп жатса соны істеңіз деп ишаратпен жасап, шамасы жеткенше сәжде жасау керек та. Сәжде жасау керек. Әлгі жаңағы жаттай алмаса, күнде сол жаттауға тырысып, күнде жаттауға тырысып, мен жаттай алмайым, ойым алмай, жаңағыда есімде сақтай алмайым деп тоқтап қалмау керек та. Жаттай беру керек, жаттай беру. Ертең Алланың құзырына дәл солай күнде жаттай алмастан солай жүрген кезде қайтыс болатын болса, ертең Алланың алдына барған кезде айтады: "Я Алла, мен осындай болды." Алла Тағала бәрін көріп тұр ғой. Сол үшін кім қандай ниетте болса, сол ниеттің соңына шейін апарады да. Ана сахабалардың заманында болды. Яғни өте қары бір ақсақал, жаңағыдай денсаулығы өте нашарлаған ақсақал Мәдинадан мен Меккеге қажылыққа барамын деді да жаңа. Сол кезде көршілер, жаңағы ғайры мүслимдер, мұсылман болмаған адамдар жаңағыдай күлді ана ақсақал. Сен Меккеге жете алмайсың ғой деді да жаңа. Ол айтты, мен сонда да шығамын деді. Меккеге қарай шықты, жолда қайтыс болды. Бірақ сол кезде жаңағы еврейлер айта бастады: жаңағы не болды? Жолда өлді де кетті. Одан гөрі үйінде отырмай ма деген сияқты әңгімелер сөздер айта бастады. Сол кезде Алла Тағала аят түсірді. Оған сауап беретін, оның қажылығын қабыл етіп етпейтін ол біз. Ол қараған мақсатына жетті деп аят түсірді. Яғни қажылық жасаған сауабын берді. Неге? Себебі сол жолда өлді да ол. Сол сияқты еске сақтау қабілеті нашар немесе отырып тұру қиын болатын болса, шамасы жеткенше күнде жаттауға тырыссын. Намаз оқуға күнде ишаратпен болса да намаз оқуға тырыссын. Иншалла Алла Тағала сол жолмен бір жәрдем етер иншалла. Солай болады. Жалпы мынау ұл балаға, қыз балаға намаз қай уақыттардан бастап парыз етілген оқу, және де намазды қандай жағдайларда оқи алмайды, және де қандай адамдарға намазды оқуға болмайды, осы жөнінде айтып өтсеңіз. Бірінші, қай жастан намаз парыз болады адам баласына? Ер болсын, әйел болсын, адам баласына қай жастан парыз болады? Ол былай болады. Әйел адамдарға намаз алғашқы айлық уақыты келгеннен басталады. Мысалы, қыз балдарда бұл 9 жаста болуы мүмкін, немесе 10 жаста болуы мүмкін, 13 жаста болуы мүмкін. Қыз балдарда алғашқы айлық уақыты келді, дәл сол уақыттан бастап өмірінің соңына шейін намаз парыз болады олай әйел адамға. Ол да 9 жастан деп айтылады. Екіншісі, ер адамдарға мынау жаңағыдай бел суының пайда бола бастағанынан бастайды. Бел суының пайда бола бастағанынан. Ол да 13 жастан, 12 жастан ер балдарға сол уақыттардан
белгіленеді. Сол уақыттардан бастап өмірінің соңына шейін намаз парыз болады. Намаз оқуға болмайтын адамдар. Кім намаз оқымайды? Намаз оқуға болмайтын адамдар ол мынау екіге бөлінеді. Намаз оқуға шамасы жетпейтін үзірлі адамдар болуы мүмкін. Немесе шамасы жетсе де намаз оқу тыйым салған адамдар бар. Мысалы, бір адамның ақыл есі дұрыс емес болуы мүмкін. Ақыл есі дұрыс емес болуы мүмкін. Ол адамдарға намаз парыз болмайды. Себебі жас бала сияқты. Жас балаға әлі жаңағыдай ақылын тоқтатпаған жас балдарға, жаңағы 13 жасқа немесе 9 жасқа толмаған қыздарға, балдарға оларға намаз парыз болмайды. Себебі жас, әлі ақылдары толық болған жоқ. Ол да жаңағыдай ақыл есі дұрыс емес адамдарда сол жас баланың үкімінде болады, оларға намаз парыз болмайды. Ол бір. Екіншіден, әйел адамдарда, мысалы әйел адамдарда айлық уақыты келген кезінде намаз түседі, олар намаздың парыз екендіктері түседі. Кейіннен жаңағыдай тазаланғаннан кейінде алдыңғы жаңағы өткізген намаздарын қаза қылу да керек жоқ оларға. Біреуде 3 күн болуы мүмкін, кейбіреуде 10 күн болуы мүмкін. Оларға кейін қиындық болмасын деп, сол айлық уақыты келген кезде тазарғанға дейін намаз парыз болудан шығады ол әйел адамдарға. Тазарғаннан кейін қайтадан парыз болады. Бірақ кейін өткізген намаздарды қаза қылмайды. Оларды Алла Тағала парыз болмады себебі. Одан кейін нифас бар. Нифас дегеніміз әйел адамдар босанғаннан кейінгі 40 күннің ішіндегі көретін жағдайлары. Сол 40 күннің ішіндегі кейбіреулерде 15 күнде тоқтауы мүмкін, тазаруы мүмкін, кейбіреулер 20 күнде тазаруы мүмкін. Осы уақыттың ішінде әйел адамдардан намаз түседі. Сол кездерде намаз парыз болмайды. Кейін тазарғаннан кейін намаз парыз болады. Ол кезде де өткен уақыттардағы намаздарды қаза қылу шарт емес. Ағына бізге берілген уақыт өз шегіне таяп қалды. Жалпы халыққа өзіңіз осы намаз жөнінде қандай ақыл кеңес бере аласыз, осы жөнінде айтып өтсеңіз. Алла Тағала біз мұсылмандарға инна салата канат алал муъминина китабан мауқута. Намаз мұсылмандарға уақытымен парыз қылынды деп Алла Тағала Құранда әмір етіп қойды. Мен Аллаға иман келтірдім, мен мұсылманмын деген әрбір адамға 5 уақыт намаз парыз болады. Сол үшін намазды кейінге қалдырып, мен кейін жаңағыдай уақытым келген кезде оқимын деген нәрселерді, тәубені кейінге қалдыру ол қателік болып саналады. Себебі біз қанша өмір сүретімізді білмейміз. Алла Тағала Құранда айтып жатыр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иза жаа ажалухум фала ястахируна саата ва ла ястақдимун. Адам баласына ажалы келген кезде ол 1 секундта алға қайтарамайды, артқа қайтарамайды. 1 секунд кешіктіре алмайды, 1 секунд ерте де аламайды. Ажалы қашан келсе сол кезде өледі. Сол үшін ажалымыз келмей тұрғанда әрбір адам баласы бұл өмірде маңдайын сәждеге тигізіп үлгеру керек. Себебі ертең Алла Тағаланың құзырына барған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: ең бірінші адам баласы сұралатын намазынан. Ертең Алланың алдына барған кезімізде, ей құлым, намазың қайда деген кезде жауабымыз дайын болу керек. Әмин, иншалла айтқаныңыз келсін. Ағаны бүгін бағдарламамызға келіп ой бөліскеніңізге көптен көп рахмет. Алдағы уақыттарда жүздесіп кездесеміз деген ойдамыз. Құрметті көрермендер, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.